Отбасы – отанымыздың өзегі. Отбасы – адамзат өміріндегі ең қастерлі, ең қасиетті ұғым. Ол әрбір жанның алғашқы әрі маңызды ортасы. Сүйіспеншілік пен сыйластықтың, мейірім мен қамқорлықтың, тәрбие мен тәлімнің қайнар көзі. Адамның ең асыл қасиеттері отбасында қалыптасады. Ата-ана мен бала арасындағы ізгі қарым-қатынас, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген жанашырлығы, ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын құндылықтар. Қазақ халқы ежелден ақ отбасы беріктігін сақтап, оны ұлттық дәстүрмен ұштастыра білген. Бүгінде қоғамның дамуы мен өзгеруі отбасы құндылықтарына да өз ықпалын тигізуде. Алайда заман қанша құбылса да, отбасының маңызы ешқашан жойылмайды. Сондықтан әрбір жан оның қадірін түсініп, тұғыры мен тұтастығын сақтауға күш салуға тиіс. Өкінішке қарай, адамзат өміріндегі осынау ең асыл құндылыққа қарсы шабуыл жасап жүрген бір кесел бар. Ол теріс діни ағымдар. Қоғамға үлкен қауіп төндіріп, ұлттық құндылықтарға, соның ішінде отбасы институтына кері ықпал етуде. Қазақ халқы ықылым заманнан ата-анаға құрмет, ер мен әйелдің тең құқылығы, бала тәрбиесі мен отбасылық берекені тәрбие өзегіне айналдырса, деструктивті діни ағымдар керісінше соның бәрін бұзуға әрекет етіп жатыр. Кейінгі 20-30 жылда соның кесірінен қаншама шаңырақ ортасына түсіп, қаншама бала тірі жетім қалды десеңші. Ер мен әйелдің арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты бұзып, неке деген жауапкершілігі жоғары ұғымды аяқ асты қылып, талақ айту мен ажырасуды үйреншікті әдетке айналдырды. Баланың тәрбиесі мен білім алуы мәселесіне де теріс діни ағымдардың тигізген зияны аз емес. Зайырлы білім алуды адасушылыққа балап, 12-де бір гүлі ашылмаған жеткіншек қыздарын хиджабпен тұмшалағандар қоғамда асыл дінімізге деген теріс көзқарасты қалыптастырып, ұрпағының қоғамнан оқшаулануына ықпал жасап келеді. Деструктивті идеологияны бойына сіңірген талай жас намаз оқымайтын ата-анасын кәпірге балап, олардың дайындап берген тамағын ішпей, отбасындағы ізгі қарым-қатынастың бұзылуына түрткі болды. Қазақ халқының бала тәрбиесінде орны бар тұсау кесу, тілашар, бесікке салу секілді көптеген салт дәстүрін дінге жат деп, отбасы құндылығының ажырамас бөлігі болған ғұрыптарымызды шетке тепті. Мұндай әрекеттер біз сөз қылып отырған отбасы құндылықтарын бұзып қана қоймай, тұтас қоғамның іргесін шайқалтуы мүмкін. Өйткені отбасы отанымыздың іргетасын қалап тұрған негізгі өзегі. Дәстүрлі қоғамның дұрыс үйлесімін сақтау үшін әрбір жан бастапқы діни сауатын ашып, ақ пен қараның арасын ажыратқаны абзал. Діни құндылықтарды сақтай отырып, ұлттық тәрбие мен зайырлы білімді қатар ұстану, отбасы мен қоғамның тұрақтылығын сақтаудың негізгі кепілі.